но мен ол киноны кино ретінде рассматривать етпеймін. Магазинге кіріп алып, сен орысша сөйлеме, қазақша сөйле деп вот этот навязывать ету. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Ол ұлтшылдық емес. Ұлтын сүйетін адам олай істемейді. Біз ұлтымызды, ұлттық тілімізді трендқа айналдыруымыз керек. Қайта салып айтатын едім. Бұл менің мағжаным. Бұл менің жаңағы Ахметім. Бұл менің Міржақыпым. Менің ұлтымдікі. Менің ұлтым осындай болған. Менің ұлтым осындай сұлу. Менің ұлтым осындай достойный. Менің ұлтым осындай интеллектуальный, образованный болған. Сүйінші Мағжан, біздің Мағжан атамыз туралы кино түсті. Біз ол кинода Мағжанды жаман жұпыны киініп алып, жалаң аяқ кезіп жүрген адам көрсеткен жоқпыз. Олар себебі ондай болмаған. Мағжанда бар ғой, Сейфуллинға айтады, Сәкен Сейфуллинға. Сәкен, 21-ге келдік, бітірген түгіміз жоқ дейді. 21-ге келгенде бітірген түгіміз жоқ дейді. Анандай кір болып тұрған адам бір сәтте бір сұлу адамға айналды деді. Құрметті көрермендер, бүгін құрметті Ритм подкаст көрермендері, бүгін бізде кезекті қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының актрисасы, продюсер Назгүр Қарабалина апайымыз. Қош келдіңіз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы еді. Жаңа бір 3 квартал жаяу жүргізіп қойғаннан кейін кіші түсіңкіреп қалды. Ондай болып тұрады. Жақсы. Жалпы еркін болсын. Еркін отырайық, күліп ойнап. Бір қатық болған бір дүние, бір ондай сұхбат жасағымыз келген жоқ. Подкасттың өзі еркін дүние ғой. Мынандай ғой, сіздердің подкаст туралы сұрақтар жаудырмастан бұрын айтып кетейін. Мен жалпы енді подкастқа қонақ шақырған кезде зерттейтін шығарсыздар. Мен жалпы көп интервьюға бармайтын адаммын. Байқадық. Ұнатпаймын, себебі көбіне интервью алатын адамдар дайын болмайды. Дайын емес адам не істейді? Сасқаннан жаңағы общий бір әдетте қойылатын сұрақтарды жаудырады. Ол жанұяңыз туралы, күйеуіңіз қалай, сіз қалай, анау қалай, мынау қалай деген қызық емес. Творчестволық адамға қызық емес сұрақтар қояды. Сол себептен мен интервьюге көп барғым келмейді. Ол бірінші себеп. Екіншісі, интервьюге келген адамның айтар жаңалығы болу керек. Құрбосқа кәләкәйт соғып отыру үшін Инстаграм бар. Оның ішінде жаңағы сторис, сәлекеттер бар. Солармен жеткізіп отыруға болады күнделікті күйбін тірлікті. Сондықтан өнер адамы айтар жаңалығы болса, интервьюге келісу керек. Ал енді сіздердің подкасттарыңыз жалпы мен үшін бұл подкаст деген не екен мен білмеймін, көрген емеспін, қызыққан емеспін, зерттеген емеспін. Наурызбай деген жігіт хабарласқан кезде біз жастар, студенттер деген сөз мені қатты қызықтырды. Себебі жастармен сөйлесу қашанда қызықты. Көп айтады ғой, үлкендерден аламыз деп, мен ойлаймын, ақылды адам жастардан да көп нәрсе алуға болатынын білу керек. Сондықтан мен сіздердің маған сұрақтарыңыздан гөрі сіздерден алатын информация маған бұл жерде қызықтырақ. Сондықтан да мен келістім. Және де менің ішінде бір жалпы біраз нәрселерге бір қарама-қайшылықтар бар. Соған сіздердің пікірлеріңіз мен үшін қызықтырақ. Сіздердің енді қойылатын сұрақтарыңыздың шамасын мен енді сезем. Олдан әйтеуір тез аттап бұттап өтіп кетерміз. Ең бастысы маған сіздердің біраз мненияларыңыз қызық болды. Кері байланыс. Жақсы. Жалпы енді біз анандай бір формат өткізгіміз келген жоқ. Студент болғаннан кейін біз еркін форматта. Сол үшін де мен келістім. Әңгімелесу, ой бөлісу мақсатында, жаңа өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Сол секілді. Енді жалпы жаңа бір қатып қалған сұрақтардан бастағым келіп тұрған жоқ енді. Жалпы өнерден алшақырақ бір сұрақ бастағым келіп тұр. Сценарийден бөлек ол. Кеттік. Балалық шағыңыз жайлы айтып берсеңіз. Балалық шақ, мен енді Орал қаласынамын, Ақжайық ауданы Шолохов совхозынан. Менің әкем өмір бойы главный зоотехник болған, главный специалист, мал шаруашылығы. Анам ұстаз болған өмір бойы. Мен семьядағы 4-ші баламын, 5 баланың 4-шісімін. Мектепте нормально оқыдым. Отличница емеспін, троечница емеспін, но так, продержалась, можно сказать. Одан кейін енді жаңағы звондай қойшы. Одан кейін
музыкалық колледжға кеттім мен. Содан колледжді бітіріп оқуға түстім. Бала кезімде мен біраз интервьюларда айтқан болатын, жаңағы айтып отырғаным сол. Мені шақырған адам көбіне зерттесе жақсы болар еді деп ойлаймын. Ол туралы бірнеше рет айтқам. Мен бала кезінде еркек шоралау болып өстім, көбіне даланың жұмысына жұмсалып өстім. Сол мінезіммен де шығар бүгінгі таңда осы актерлық өмірге келгенім, осы жерде жүргенім. Оның үлкен пайдасы болды деп ойлаймын. Алпа, рахмет. Енді айтарыңыз. Жақында ғана қазақ еңбек ері деген атақ алдыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Еңбек ері деген атаққа үлкен рахмет. Еңбек ері деген атақты Дулат Исабеков алды. Ол еңбек ері деген атақты алу үшін біздерге әлі Дулат Исабековтың дәрежесіне, Дулат Исабековтың жасына жету керек. Иншалла, аузыңа Құдай салып тұрған шығар, еңбек ері болайық. Мен жақында ғана Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген атаққа ие болдым. Жалпы киноларыңызда көп қазіргі таңда ұлы тұлғалар жайлы кинолар түсіріліп жатыр ғой. Соларда бізде байқағанымыздай кинодан көрі театрдың элементтері көп қолданылады. Соған не себеп деп ойлайсыз? Киноларда ма? Иә, қазіргі таңда Мағжан түсірілді. Соларда театрдың иісі көбірек та кинодан көрі. Сізге олай көрінетін себебі ол тарихи фильм, тарихи тұлға. Ол тұлғаларды сахналанған театр сахнасында. Сондықтан да бір, скажем, перекличка көрінетін шығар. Енді ол бірінші мәселе. Екінші, ол фильмнің продюсері театрал, яғни мен. Әрине, мен театр тұрғысынан әр нәрсеге через призму дейді ғой, через призму театры қарауға тырысам мен. Ал енді бұл сұрақта маған қызықтығы, мен обратный сұрақ, ол сізге ұнамай ма? Жоқ, ұнайды, бірақ кинода, театрда кішкене бөлек. Жалпы көрермендердің арасында мысалы кейбір пікірлерді де көріп жатамыз, сондай нәрсе болды дейді. Бір театрдың элементтері бар, асыра сіртеушілік болып кеткен жоқ па? Кинода неге еркіндік тен гөрі театр элементтері басым деген секілді. Біз ең алдымен біз таныспадық. Көрермен тарапынан сол сұрақты қойғымыз келді. Біз таныспадық біріншіден. Есімдеріңізді мен білмейді екенмін. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, өнертану факультеті, мамандығым сценарист-драматург. Ерасыл Молдаханов. Ерасыл. Менің аты жөнім Әділбай Аяжан. Кино теледраматургия мамандығының 3-ші курс студентімін. Аяжан, Ерасыл. Жалпы өзіңіз айтып кеткенде жаңағы сұрақты бірден қой. Ерасыл, смотри, мынандай нәрсе ғой, енді киноға да түсіп жатырмыз ғой. Өмірдегідей мен бір-екі кинодан прямо кастингынан тұрып кетіп қалғам. За слово только театра не надо деген. Театр — это перевоплощение. А фильмда сен өзіңді ойнайсың. Исходишь от себя. А в театре ты исходишь от персонажа. Ты идешь на перевоплощение. В этом и сложность. Почему киноға түсіп жүрген актер театральный актер болып кете алмайды? Ол өлсе болып кете алмайды. А театральный актер киноактер бола алады. Понимаешь? Потому что театральный актер может идти на перевоплощение. Понимаешь? Поэтому почему біздерге көбіне біз мына Голливудтың фильмдарына бір ерекше Голливудтардың фильмдарын ерекше қабылдаймыз. Себебі ол жерде образдар болады. Ол жерде перевоплощение болады. Мы не видим там Ди Каприоны, мы видим персонаж конкретно. Правильно? Бізде қазіргі современный фильмдарда практически играют сами себя. Проще. Так удобно. Вот прийти и сыграть, как ты в жизни, это ничего не стоит. Это ты сыграешь и ты, все сыграют. А сделать из этого образа, из этого персонажа образ, это уже мастерство. Поэтому, естественно, кешегі мен түскен Ақжауын мен түсірген Мағжанның арасы жер мен көктей. Потому что там, в принципе, делать нечего. А там ты делаешь целый образ. Ну, Мирғат не может сыграть, как в жизни. Он должен перевоплотиться. Иначе грош ему цена. Понимаешь? Поэтому сендер, как театралы, тем более сен, как сыншы ретінде, ты должен в первую очередь не мне задавать этот вопрос, ты должен им объяснить это, понимаешь? Потому что ертең біздерді сынайтын да, бізге критика айтатын да, ол сен. Сондықтан
ты это должен в первую очередь понимать. Жалпы енді жаңа сұрақты не үшін қойып отырық деген ничего, что мен орысша кетіп қалып жатырмын. жоқ, еркін мынандай нәрсе келіп отыр да ойыма. Енді жаңа сұрақты не үшін қойдық, неге олай деген секілді. Мынау Болат Қалымбетов ағамыздың бір сөзі бар ғой, киноны көру керек емес, қарау керек. Мысалы біз көрермен ретінде, мүмкін біз өнер академиясында жүрміз, мүмкін сол нәрсені кішкене жарты несін ғана жақындап дәмін татқан студент ретінде мүмкін оны солай қабылдап солай көретін шығармыз. Мүмкін бірақ енді өнерден алыстау жүрген көрермендердің пікірі солай болды да. Мүмкін ол кинода ондай нәрсе болуы керек, болмауы керек деген дүниелерге жалпы енді білмейміз, бірақ көрермен тарапынан сондай сұрақ келді да, сол сұрақты қойғымыз келді. Жалпы бұл сұрақтың негізгі түп төркіні сол көрермендер тарапынан болды да. Я понимаю, мен түсініп тұрмын. Енді Болат Қалымбетов ол цитировать ететін Азербайжан Мамбетов емес қой. Мен енді ол кісінің жұмыстарын, наверное, жақсы шығар, мен білмеймін, ол кісінің былай білмейді екенмін, шынымды айтсам. В смысле, как режиссера білемін, но жұмыстары туралы мен баға бере алмаймын, айта алмаймын. Но цитировать я его не буду никогда. Но көрерменнің ішінде де көрермен бар. Сол нәрсені айтқымыз келді. Әр көрерменнің пікірімен толықтай келісе беруге, осы дұрыс екен деп айта беруге де болмайды. 100% көрерменнің көңілінен шықпайды. Кейбірі көңілімнен шықпаса екен деп те көретін көрермендер болады. Енді оның әрқайсысына түсіндіріп егжелеп жату ол қиын дүние. Дегенмен біз бәріміз бір сфераның адамдарымыз. Сен, мен, ол жалпы менің түсінігімде өнер адамында, особенно театралда, мен как театрал ретінде сөйлеймін әрқашан. Бірінші нәрсе возраст болмау керек. Возраст деген жоқ. Біз құрдаспыз қазір. Біз потому что осы сфераның адамдарымыз. Екінші нәрсе ол пол болмау керек. Нету понимания женский пол, нету понимания мужской пол. Он творческий человек, он творец сейчас на сцене, понимаешь? Поэтому мне очень интересно ваше мнение. Я вас как коллег прошу в таких случаях, особенно сені, как театр сыншысы. Театр сыншысы? Сценарист драматург. Сценарист драматург. Да. Ну, тем более, как театралы, как сценаристы, как киношники, вы должны пояснять вот такие вещи. Мен сендерге просто как информация айтып отырмын. Мы должны уходить на другой уровень преподносения фильмов, театра. Ну, енді театр это бөлек әлем, тағы да айтып отырмын. Кино ол бөлек әлем. Кинода біз қиындатуымыз керек. Болды, бір кездері вот эта волна пошла, когда и вайнеры сейчас из-за этого у нас киноның бәрінде жүр, и жаңағы блогеры жүр, кімнің әйтеуір бір айтып бүйтіп жинаған миллион подписчигі бар, неважно каким методом он собрал, солар жаңағыдай киноларда жүр. Но это должно быть профессионально. Әр нәрсе. Мәселен, олардың да ішінде талантливыйлар бар. Мен жоқ деп айтпаймын. Мәселен, анау Сабиркин деген қыз бар. Мен считаю, өте органичный, талантливый қыз. Өте органичный. Ол бір құдайдың берген таланты деп есептеймін ондай. Ондай адамдардың бұл әлемде жүргені мен дұрыс деп ойлаймын. Но бірақ олай жүруге құқысы жоқты адамдар бар. Сондықтан бұл енді двоякий нәрсе ғой. Но кинода болсын, сахнада болсын, кірдің ба кадрға, жасау керексің деп есептеймін. Енді жаңағы сұрақ, енді Сабиркин жайлы айтып жатыр ғой. Сіз оның мысалы фильмдерін, жаңағы өнермен таныс екенсіз, жалпы айтқанда, сіз оны бір көрермен ретінде солай көзқарас қалыптасты ма? Жоқ, мен кәсіби тұрғыда. Жоқ, мен әр нәрсені, енді ол менің кәсібім болғаннан кейін, бұндай нәрселерге мен кәсіби тұрғыда қараймын. Мен енді оның көп жұмыстарын көрдім деп те айта алмаймын. Кәсібилік таланты бар дегеніңіз келеді ғой. Мен оның ең алдымен жаңағы кішкентай түсіретін вайндарын қараймын. Сол жердегі зерно образы дейді ғой. Ол оны біліп іздеп табады ма, білмей жаңағы табиғи мүмкіндіктермен табады ма, мен білмеймін. Бірақ әр жасаған вайндарында образ бар.
зерносы бар образдың. Ол сонысымен қызықты. Енді бірақ кеше менің Жахан деген ініммен бір фильмға түсті, Жахан деген. Енді ол жерде бар, бірақ әлі де кино деңгейі деген кішкене ол қиындау ғой. Әлі де жұмыс істесе деген ой болды. Бірақ жаңа кішкентай вайындарының ішінде жаңа образдың зерносын тауып тұрғаны мен сол туралы айтып тұрмын. Мен енді Сайберкинді күндіз-түні қарап, маған сол мен оның фанатымын деп айтпаймын. Мен жалпы көріп қалған дүниемді айтып отырмын. Сол Жахан дедіңіз, Жахан фильмі жайлы көзқарасыңыз қандай, жалпы көрдіңіз ба? Негізі біздің қоғамға сондай фильмдер өзі жалпы керек пе? Қарапайым көрермен үшін бір шетінен керек шығар. Жахан менің інім, тағы да айтып отырмын, Орал қаласынан, бауырым. Но мен ол киноны кино ретінде рассматривать етпеймін. Керек емесін мен білмеймін, оны қоғам өзі таңдайды. Әр адам өз қалауы. Мен ол киноға жаңа інім үшін бардым. Оның жасалып жатқан бір әрекеті болғаннан кейін барып көрдім. Ал енді оның қаншалықты қоғамға қажет емес екенін мен енді ол тұрғыда айта алмаймын. Әр қоғам өз шешеді дегенсіз. Бірақ енді анау көрермен тарапынан шынымен де көп қолдауға ие болды. Мысалы біз енді көрермен қазір қандай тарихи киноға көп бармайтын көрермен. Комедиялық. Ол заманда келеді. Ол заманда келеді. Бір әр нәрсенің, мәселен, біздің енді жас кезімізде 90-шы жылдар мынандай бір киімдер алып келетін. Монтана деген спортивный костюм болатын. Сол Монтананы алып келген кезде бәріміз мамаларымызға жылап, сол өлтіріл, сол әйтеуір қойын сат, сиырын сат, бірақ сол Монтананы алып беріп, бәріміз Монтана едік. Причем бәріміздікі бірдей. Одан босс деген жемпірлер болды, мына жерде босс деп жазылып тұрады. Бәріміз бірдей болып сол боссты кидік. То есть ол бір определенный моментте бір нәрсеге спрос болады. Ол содан кейін ол мата қалды, жатыр, ол керек емес, да? Через некоторое время ол қайтадан сол нәрселер модаға кіреді, қайтадан. Сол сияқты бұл да бір мода болды, определенный момент. Сейчас қазір әлі де бар, но уже саябырсып келе жатыр деймін, комедиялар. Ол да болу керек, болсын. Ол да талғамды өсіреді. Талғамның нәрсе ғой, бірдеңе жұмыс істемесе, сен оның жақсы или жаман екенін білмейсің ғой. Оның болғаны жақсы, чтобы жақсы мен жаманды да айыру үшін. Мен оны жаман деп айтпаймын. Но жаңағы тарихи тұлғалы, философский фильмдарға, оларға да дайындық керек деп ойлаймын кішкене. Оның да заманы келеді, бірақ мына екеуінің арасын ажырату үшін ол дүние керек. Ол жоқ болса, сен енді немен сравнивать етесің. Сондықтан бұның да бір кезеңі өтеді. Мен кешегі қарама-қарсы пікір, жаңағы Жахан деген фильмға қарама-қарсы мен нені қояр едім, Досмұқасанды. Историческая картина. Да? Қандай спросқа ие болды? Жастардың арасында қандай спросқа ие болды? Вот сол мені өте қатты қуантты. Ол профессиональный кино. Ол жерде образдар бар, жаңағы мен айтқан. Ол жерде зернолар табылған образдардың. Сонысымен де былай қарасаң, ол жеңіл комедия емес. Ол кәдімгі біздің аға буын тұлғаларымыздың жасаған ерлік тері, әрекеттері. Ол кездегі қандай заманда қандай қыспақтар болғанын ол жерде подтекст пен режиссер менің түсінігімде гениально жеткізген. Жеткізу қабілеті бар. Да. Сондықтан ол киноға менің түсінігімде спрос намного больше болды. Сондықтан ол заманда келе жатыр. Кішкене біз енді жаңағы еркін форматта болсын дедік қой, сценарийдегі сұрақтардың барлығынан өтіп бара жатырмыз, шыны керек. Еркін жасап отқаннан кейін жаңағы сұраққа мен қайтып оралғым келіп тұр да, Жахан фильмі жайлы. Мысалы, сіз сондай фильмдерге көзқарасыңыз былай айтқанда жақсы секілді болып көрінеді да. Енді ондай фильмдер болу керек шығар деген нәрсе. Мысалы, енді кейбір сөздер бар ғой, экран тәрбие құралы деген секілді. Ол біз көрерменді жеңілту ойлауға апармаймыз ондай фильмдермен. Мен жаңа айттым, жақсы мен жаманды ажырату үшін жақсыны да көру керек, жаманды да көру керек. Бізде қазір кассалық фильмдер өте көп болмаса. Енді ол нәрсенің мынау жеңіл күлкі-ау, мынау маған керек емес екенін білу үшін халық оны көріп, тойып, жеу керек. Ол нәрсені. А потом уже, когда он поймет, что это же не смешно, ему уже станет не смешно.
Мен кеше ғана бір жаңадан шыққан фильмді көрдім. Мен как продюсер ретінде мен білем, кино түсіру үшін қаншама сен жан тәніңді саласың. Және сенің шығарған дүниеңді мынау онша емес деген кезде ол жүрекке қанжардай болып қадалады. Сондықтан мен қазір жігін-жіктеп атын атағым келіп тұрған жоқ. Мен оның артында қандай еңбек жатқанын өте жақсы білем. Бірақ мен айтып отырмын ғой, кейбір киноларға барып күлетін жерін тауып берші дейтін де сәттер болады. Және де оған да халықтың да реакциясын мен көбіне қарап отырамын. Ал халық бұлағаны қалай реагировать етеді. Енді біз де халықпыз ғой, мен де сол халықтың бірімін. Қасымда отырған адамдар қалай. Я уже понимаю, что бұл бара-бара қызықсыз болып бара жатыр. Бұл арзан күлкі қашанға дейін ондай нәрсемен күлдіресің. Қазіргі халық интеллектуальный уже он не тот, он эрудирован. Поэтому бұл нәрсеге сәл-пәл сабырмен қарау керек. Уақыт өтеді. Оны қазір келіп мен отырып алып, анау жаман кино, ол мынау арзан күлкі деп айтуға біріншіден менің оған мамандығым рұқсат бермейді. Я некомпетентно оценивать. Ол жаман, жақсы. Ол үшін сыншылар бар. Оған жаңа театровед, киноведтер бар, арнайы мамандар. Мен оған баға беруге құқым жоқ. Ал жай көрермен ретінде мен ондай киноларға бармаймын. Баратын болсам, мен тек қана жаңағыдай біреудің көңіл үшін бардым, көрдім деп айту үшін ғана барамын. Бірақ арнайы іздеп бар, билет сатып алып, оған уақытымды кетірмеймін. Бұл менің жеке пікірім. Ал енді бұл елге отырып алып, анау жақсы, мынау жаман деп мен айтқым келмейді. Біздің де ойлаған ойымыз сол, көрермен ретінде, сіз көрермен ретінде, жалпы ол фильмдерге деген көзқарасыңыз қалай? Мүмкін мен көрермен ретінде деген секілді. Кино жайлы айттық деп ойлаймын. Сіз өнер адамы ретінде, театр ретінде танылдыңыз бізге, яғни халыққа. Театр жайлы қойсақ сұрақтарды. Қазіргі таңда Мұхтар Әуезов театрында белді актрисалардың бірі сіз. Және де осы театрдың құлдырауы жайлы халық арасында біраз әңгімелер бар. Яғни халық көп келе бермейді дегендей. Сол ойдан қалай арылса болады, жалпы сол жайлы айтсаңыз. Сүйікті кәсібіңіз жайлы айтқанда. Иә. Өзіңіздің мамандығыңыз. Мен бұл сұраққа жауапты кішкене ар жақтан айналдырып алып келейін. Мынау, например, ұлтшылдық дейміз, бір жерге барып алып, жаңағы неше түрлі нелерді көріп жатамыз ғой, видеоларды. Магазинге кіріп алып, сен орысша сөйлеме, қазақша сөйле деп навязывать ету. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Ол ұлтшылдық емес. Ұлтын сүйетін адам олай істемейді. Қазіргі таңда бір модный сөз бар, ол тренд деген сөз. Модныйдың енді несі ғой жаңағы, тренд дейді. Тренд, оның артында бренд. Біз ұлтымызды, ұлттық тілімізді трендқа айналдыруымыз керек. Мәселен, кішкентай ғана пример айтайын сіздерге. Біздерде Тарбия деген бренд бар. Ол кісілер шапандар тігеді. Әр түрлі үлгіде шапандар тігеді. Сол шапанды мен өткенде Димаштың концерті болған кезде бауырыма подарить еткем. Димаш, мынаны менің атымнан саған осындай сыйлық болсын, киіп жүрерсің деп сондай екі шапан подарить еткем Тарбиядан алып. Оны Димаш киді сразу екінші күнгі жаңағы фан-встречаға. Одан кейін жаңағы Тарбияға спрос одан сайын көбейді. Ол брендтің и так спросы көп, бірақ одан кейін одан да қатты көбейді. Себебі түсінікті, Димаш әлемдік адам. Содан мен Тарбиядан өзіме де шапан алғам. Соны алғаннан кейін көп ұзамай мен Францияға ұштым. Францияға барған кезде мен немістермен бір площадкада кездестім. Француздар бар, немістер болды. Солардың ана шапанға, менің киіп барған шапаныма қызығушылықтарын көрсеңіздер сіздер. Бұл не, қайда, қалай, мынау не деген ткань, мынау не деген қалай, мынау деген сұлу нәрсе ғой деп. Мен олардың барлығына кімдердің Тарбияның аккаунтын бердім. Бізде Қазақстанда, біздің қазағымыздың ұлттық киімі бұл.
біз осылай киіп жүреміз деп сондай біраз жаңағы тәрбияның брендтің тарихын айтып енді білгенімше мен де бір қатты не емеспін енді зерттеушісі емеспін ол брендтің жалпы бұл бұндағы тұрған мына орнаменттардың не означать ететіні туралы айтып берген сондай бір үлкен қызығушылық танытты олар одан кейін хабарласқан да шығар. Ұлтшылдық деген осы дүние, когда сен өзіңнің дүниеңді жаңағы айтқан трендке айналдырасың. Оған қызығушылық несі. Ол оған айтып керек емес, сен қара бері қаратай, міне мен келіп тұрмын, мен Қазақстандамын, біздің Қазақстанда мынандай бар. Жоқ, мен алып бардым, киіп бардым. Мен просто өзімнің үлгімде көрсеттім. Осы дүние бар екен. Тіл мәселесі де сондай. Мәселен, біз кеше Мағжан фильмін шығардық. Оның алдында Ахмет ұлт ұстазы шықты. Ертең Міржақып шығайын деп жатыр, Құдай қаласа. Сондай үлкен Мұхтар Әуезов туралы үлкен фильмдер түсірілді. Өкініштісі, мәселен, біз эстрада әлеміндегі адамдар болсын, театралдар болсын, киношниктарға хабарласып айтамыз. Міне біздің фильм шығайын деп жатыр, трейлер мынау салып жіберіңіздер. Халық көрсін. Сенің бәленбай миллион подписчигің бар, сенікі бар. Көрсін халық. Соны, енді сөзімізді жерге қалдырмайды, салады. Содан кейін біреу қосып қарайды, біреу қарамайды. Енді ол әркімнің опять жаңа талғамына байланысты. Ал мен өнер адам ретінде, жалпы қазақ ретінде, егер мен расында да ұлтшыл адам болсам, мен оны қайта салып айтатын едім. Бұл менің Мағжаным, бұл менің жаңағы Ахметім. Бұл менің Міржақыпым. Менің ұлтымдығы. Менің ұлтым осындай болған. Менің ұлтым осындай сұлу. Менің ұлтым осындай достойный. Менің ұлтым осындай интеллектуальный, образованный болған. Деп мен мақтанып, біреу саған түсіріп беріп тұр, сенің Мағжаның туралы мен кино түсіріп беріп тұрмын. Например, ұлттық арна ғой енді, бұған үлкен рахмет ұлттық арнаға. Міне біздің ұлттық арна маған осындай мүмкіндік берді. Мен ол туралы кеудемді соғып, мақтанып, елге жария айтуым керек. Көріңдер. Вот, например, я больше чем уверен, что сіздер Мағжанды көрген жоқсыздар. Ал сен бастап көрмесең, сендер бастап көрмесеңдер, не туралы біз сөйлесе аламыз? Қандай ұлтшылдық туралы сөйлесе аламыз? Не керек ол маған бір орыстың мұрнын бұзып, болмаса бір орысқа тұрып алып, сен қазақша сөйле, не? Олай кіргізе алмайсың сен тілді. Сенің тіліңе қызығушылық туылу керек, сенің ұлтыңа қызығушылық туғызу керексің. Сен оған достойный пример болу керексің. Міне, қазақ деген осындай екен ғой, мен де қазақ болғым келеді деген. Қазақ деген сұлу халық, қазақ деген дана халық, ол расында да солай. Қазақ кең халық. Ал енді соны біз өзіміз соны мақтанышпен алып келіп ұсынбасақ, преподносить етпесек өзімізді, ал оны жаңағыдай ана жаққа барып ұрсып, мына жаққа барып шулап жүргенше, біз өнер әлемі, біз оған мүмкіндік беріп тұрмыз. Біздің Димашымыз айтып тұр, қазақ болу круто деп тұр. Біздің ұлттың артынан барып жатқан, енді мен де қазақпын дейді ғой геналарымыз. Ол айтып тұр, қазақ болу круто. Біз сол сияқты Мағжан бар бізде, жаңағы Ахмет атамыз, Мұқағали кешегі, Міржақып аталарымыз, Абай атамыз, Әуезов, Мұхтар. Солармен мақтанып біз жар салымыз, сүйінші деп айғайлайды ғой. Сүйінші. Мағжан, біздің Мағжан атамыз туралы кино түсті. Біз ол кинода Мағжанды жаман жұпыны киініп алып, жалаң аяқ кезіп жүрген адам көрсеткен жоқпыз. Олар себебі ондай болмаған. Олар лучший кутюрьелардан сол кезде киінген. Олар лучший жаңағы месталарды посещать еткен. Лучший места. Понимаешь? И біз солай көрсетуге тырыстық. Олар өте интеллектуал болған. Мағжанда бар ғой, Сейфуллинға айтады, Сәкен Сейфуллинға. Сәкен, біз 21-ге келдік, бітірген түгіміз жоқ дейді. 21-ге келгенде бітірген түгіміз жоқ дейді. Біз қазақ үшін қалай не істеп жатырмыз дейді. Өз ұлтымыз үшін, еліміз үшін не істеп жатырмыз дейді. Ал солар туралы біз киноны түсіріп беріп тұрмыз, халық соны қарауға, халық деп айтпай-ақ қояйын, даже, если честно, сендер де қарауға соны ерінесіңдер. Қарамайсыңдар, көрмейсіңдер. Ол сенің Мағжаның ғой. Саған керек болмаса, кімге керек ол Мағжан? Мы должны, сендер молодежь, біз сендер үшін түсірдік. Фильмнің аты Мағжан, мен жастарға сенемін, ол сендерге сеніп жасалған дүние.
Ал сендер соны трендқа айналдырмасаңдар, ұлтшылдық туралы әңгіме айтуға қажет жоқ. Енді театрға алып келейін мен сол тақырыпты, жаңа сенің сұрағыңа. Театрда халық жоқ деген лақап ой. Опять я говорю, оны, видимо, ізденбегенсің, зерттемегенсің сұрақ қояр алдында. Театрда халық көп. Халық көп, театрға сұраныс өте үлкен. Оны айқын білу үшін сіз театрға келіңіз. Біз театрдың адамымыз, біз театрға жиі барамыз. Бұл жерде сұрақты былай қойғымыз келді да, кино ортасы мен театр ортасын салыстырғандағы жоқ, театр ортасында алдағы уақытта театр неден түсіп қалмай ма деген секілді дүниелерді ешқашан. Сен интернеттің соцсеттердің тағы да миллион түрін ойлап тап. Театр қаншама 100 жылдар өмір сүріп келді, соншама 100 жыл әлі өмір сүреді. Сіздердің инстаграмдарыңыз жоғалып кетуі мүмкін, тиктоктарыңыз жоғалып кетуі мүмкін, кинолар да түсірілмей кетуі мүмкін, но театр ешқашан өлмейді, себебі ол живой организм, тірі организм. Театрдан көрермен ешқашан отказ бермейді. Мені қазіргі бүгінгі театрда бір қуантатыны, театрда жастар көп. Міне мына тұрған қыз, Ботагөз деген қыз. Театрды сүйіп келіп, осы жерде қазір біздермен апай просто қастарыңызда жүріп, біз театрға қатысы жоқ қыз бұл, Казгуда оқиды. Но театрдың иісін иіскегіміз келеді. Театрдың иісін иіскегіміз келеді деп жүр. Осындай жастар көп. Бұл қыздар біз қай жерге барып спектакль ойнаймыз, қай қалаға барып ойнаймыз, сол жерге артымыздан бірге барып көреді. Көрген спектаклін. Мен оған ақша төлеп отырған жоқпын. Мен оған жүре көрші, көкем менің қасымда деп тұрған жоқпын. Себебі театр ол сондай құдіретті жер. Ол сондай қасиетті жер. Оның қасиеті ешқашан кетпейді. Ол қашан да біз театралдар, театр жалпы, кино бізден асып кетер ау, кино көп болып кетіп, біз қалып қалармыз деген конкуренция ешқашан жасалған емес. Қорқынышта ондай біздерде жоқ. Ондай қорқыныш біздерде жоқ. Жалпы мына сұрақтың түп төркіні былай болған негізі, жалпы кино мен жаңа театрды салыстыра келе қойдық қой. Жалпы енді біз көрермен ретінде бергіміз келді да сол сұрақты. Ол көрермен мүмкін оны қалай қабылдайды? Шынымен де театрға бармаған көрермен, ол шынымен де ол театрдың тыныс тіршілігімен мүлде таныс емес көрермен. Ол дүниені шынымен де олай шорт кесіп айта салуы мүмкін, театрға адам бармайды деген секілді. Біз жалпы көрермендер тарапынан солай қойғымыз келді. Көрерменге ой тастау мақсатында, жаңа өзіңіз айтқандай ғой. Театрдың исі мұрнына да бармаған адамдардың көзқарасында біз қойған едік бұл сұрақты. Солай жеткізгіміз келді да. Енді театр негізі шынымен де жаңа өзіңіз айтып отырғандай ұлы өнер. Ол енді оның көрермен ешқашан таусылмайды. Таусылмасын да, соны тілейміз. Жалпы енді театр кино саласынан басқа жаққа ойыссақ кішкене. Ал кеттік. Жалпы сөйтекші. Қағаздарыңды оқып қойыңдар арасында. Біз анау бізге қызық та. Мысалы біз не үшін сізді шақырдық? Жалпы біздің сізден аларымыз не, көрерменнің сізден алары не? Сіздің тәжірибеңізбен бөліскіміз, көрерменмен бөліскіміз келді сіздің тәжірибеңіз арқылы. Өзімізге содан сабақ алғымыз келді. Сол мақсатта сізді шақырдық та жалпы. Сондықтан еркін формат болсын дедік. Енді белгілі бір сұрақтар бар болатын енді. Кеттік, шетінен қоя бер. Жалпы енді тағы бір сұрақ қойыңызшы, осы оймай келіп тұр да. Жалпы сіздің сөйлеген сөзіңізден, іс-әрекеттеріңізден, кино жайлы, театр жайлы айтқан сөздеріңізден бір өмірде белгілі бір ұстанымдарды ұстайтын, бір қатып қалған қағидалармен жүретін адам секілді көрінеді. Сұрақ па? Әлде ойың ба? Солай көрінеді, жалпы шынымен де өмірде солай. Сондайсыз ба? Сондай адамсыз ба деген секілді. Мен енді жалпы бұл өнерге деген құштарлықтың арқасында туындаған ұстанымдар ма? Мен мынандай таблица сияқты өзіме точный қойылып қойған бір диапазондар дейікші, приоритеттер бар. В приоритете всегда на первом месте. Я никогда семьяны определенный бір орынға қоймаймын. Семья — это я. Жанұям деген ол менмін болды. Мен үшін жанұям бірінші орында деген ол кішкене ақымақтау сөз деп есептеймін. Жанұя ол мен. Мен бірдеңенің алдына артына қоюға мүмкіндігім жоқ. Мен айта алмаймын ғой, мен оң қолымды сол қолымды оң қолымнан қаттырақ жақсы көремін, бірінші орында сол қолым деп айта алмаймын ғой. Сол сияқты жанұя ол мен. Сондықтан мен үшін бірінші орында ол театр.
театр тек қана театр. Театрдан бос кезімде маған жаңағы продюсирование, режиссирование концертов және тағы басқалар болуы мүмкін. Но ең алдымен мен үшін негізгі флагман ол театр. Ол менің базам, основам, өмірім. Сондықтан сол осы алгоритм менде. Жақсы, керемет. Жалпы өзіміздің білгіміз келген жеке басыңыздағы сұрақтарға көшсек қарсы емессіз бе? Қойсақ. Енді қарсы сұрақтарыңа жоқ деп жауап бере салармын. Жақсы, онда қойып көрейік. Жалпы біз қызығушылық туындатқан сұрақтар дейікші. Қызығушылық туындатқан сұрақтар дейік. Сіз Азамат ағаймен студент кезде танысқаныңыз жайлы сұхбаттардан көрдік. Жалпы қазіргі таңда өнер саласында жүрген студенттерге, дәл сондай студенттерге, ғашық студенттерге не айтар едіңіз? Енді не деймін? Білмеймін. Бақыт деймін, не деймін мен оларға? Жалпы бұл өте үлкен тақырып. Қысқа қайра кетіңіз. Мен оны қысқа қайыру қиындау болады. Уақыт мөлшерлерін қалай болатынын мен білмеймін. Сендер арендаға мына жерде 4-ге дейін алып қойған шығарсыңдар. Өмірлік жар таңдау, ол жаңағы біріншіден 1-2 сөзге сыйдыра салатын дүние емес. Мен ол туралы ашып, в развернутом виде интервьюда айтқанмын. Сондықтан мен тек дәл осы мәселе туралы білгісі келетін сіздердің жас көрермендеріңізге сол интервьюларды көрсін деп кеңес беретін. Жақсы. Енді мынандай сұрақ қояйық. Жалпы енді бір сұхбаттарыңызда бай адамның санасы қайыршы болуы мүмкін. Кедей адамның санасы бай болуы мүмкін, бірақ мен қорқатыным санасы қайыршы адамдардан деген екенсіз. Сонда санасы қайыршы адамдармен жалпы өмірде бар ғой кейбір адамдар. Оларды ажырата білу, олардың ара-жігін ажырата білу, санасы қайыр. Ол сіздің тұрғыңызда ол қалай өлшенеді, қалай ажырата аласыз деген секілді сұрақ. Бұл енді жизненный опыт дейсің ғой. Біз мүмкін санасы қайыршы адамдарды мүмкін білмейтін шығармыз деген секілді нәрсе. Ол сіздің ойыңызда қалай? Негізі бұл мәселені мен ол интервьюда да ашып айтып өткем. Ол санасы қайыршы адамдардың кім екенін. Бұл опять индивидуальный нәрсе. Маған оның санасы қайыршы болып көрінгенмен, сен үшін ол санасы да өзі де керемет бай, тым жақсы адам болуы мүмкін. Қалай ажырата білесіз? Мәселен, мен жаңа айтып отырмын ғой, через призму творчество, искусство қараймын әр нәрсеге деп. Мен түсінігімде өнерді білмейтін, танымайтын адам оның санасы қайыршы. Оқып, ізденіп, сол арқылы еліне пайда алып келе алмайтын адам. Маған кеше ғана мен бір режиссер қызбен атты жөнін айтпай-ақ қояйын, бір жаңа жоба туралы отырып сөйлескенбіз, сонда ол кісі айтты. Бір күні келе жатсам, бір қалтамда 500 теңге, екінші қалтамда 500 теңге, біреуі жолыма дедім, екіншісі тағы бірдемеге деп келе жатсам, алдымнан бір кір қожалақ, өзім асығып шауып келе жатқан бір кір қожалақ қайыршы тұр екен деді, попрошайка. Содан анаған бүйтіп қарадым да айттым дейді, менде 1000 теңге деп айттым дейді. Мен саған соны 500-ін берейін, өзімде менде 500, екі қалтамнан алып шықтым да, мен саған 500, менде 500 қалады дедім дейді. Сол кездегі жаңағы кісінің Назгүл деді, мен адамның түрінің өзгергенін көрдім деді. Анандай кір-кір болып тұрған адам бір сәтте бір сұлу адамға айналды деді. Сонда мен сіздің айтқан санадағы қайыршылық деп айттыңыз ғой, мен соған мен өмірімде сұлу қайыршыны көрдім дейді. Себебі ол адамның беті мейірімге толды дейді. Сол сияқты былайынша айтқан кезде біз біреуді бағалауға біздің құқымыз жоқ. Бұл қайыршы, бұл оңбаған.
бұл лас, бұл кір, мені жақындамаймын деген. Оның есебін тек қана Құдай біледі, неге олай. Ал адамда мейірім болу керек қашанда, кімге болса да. Ол жаңағы көшедегі жүрген адам болсын. Ол жаңағы айттым ғой, мен байдың да ішінде қайыршы болуы мүмкін. Оның қайыршылығы санасындағы қайыршылық. Ол санадағы қайыршылық, ол когда сенің қолыңда бар, бірақ сен мұқтаж адамға қол үшін бере алмасаң, ол да сенің санаңдағы қайыршылық. Сенің қолыңда бар, бірақ сен жаңағы айтқан театрның табалдырығын баспай кеткен адам болса, оның да санасы қайыршы деп есептеймін. Себебі адам өнерді білмесе, оны бағалай білмесе, одан өзіне, мәселен, әр спектакльға келген кезде көрермен өзіне бір ой түйіп шығады. Ол театр адамды мейірімді етеді. Театр адамды эрудициясын развивать етеді. Сондықтан соның барлығын бойына жинай білмеген адам, оның санасы қайыршы деп есептеймін. Толығырақ түсінікті. Толық түсінікті айттыңыз. Келесі сұраққа көшсек, менде бір сұрақ бар. Сіз жалпы ұстаздық жайлы ештеңе айтпапсыз да. Сізде болашақта ұстаз болып шәкірт тәрбиелеу мақсатыңызда, ойыңызда бар ма? Маған бұл тұрғыда көп сұрақтар келеді. Сабақ берсеңіз деп сұрайтын да адамдар болады. Ойымда болды. Сабақ берсем, міне деп жүрген кезде Азамат академияға ректор болып кетті. Ал менің өмірдегі негізгі қағидам, ол ең бірінші мен үшін қашанда Азамат тұрады. Сондықтан мен Азаматқа ешқашан кедергімді келтіргім келмейді. Бүгінгі таңда мен ертең академияға барып сабақ берсем, оның қалай қабылданатынын мен білмеймін. Ол кезде менің театрда 20 жылдан астам қызмет етіп келе жатқаным, менің атағым бар екені, менің бәленбай артымда багажы бар екені ұмытылып кетеді. Ол жерде Азамат әйелін жұмысқа алыпты деген әңгіме туындайды. Яғни менің Азаматқа кедергім келеді деп есептеймін. Сол себептен де мен ол ойымды ары қаратай жылжытып тығып қойдым. Енді ешкім бәр жерде вечно отырмайды ғой. Азамат та енді бір күндері басқа тағы да қызметке ауысып жатса, әрине мен академияға барып сабақ берсем деп ойлаймын. Рахмет. Ол да уақыт еншісіндегі дүние. Жалпы ойыңызда бар. Аха. Жастар жайлы бір-екі ауыз. Жастар жайлы, мысалы қазіргі жастардың ізденісі жайлы, қазіргі жастардың ойлау қабілеті жайлы. Қазіргі жастар туралы жалпы ойыңыз қанағаттанасыз ба? Өте қызықты сұрақ. Мен жастарға қанағаттанбақ түгілі, шіркін біз осы жастардың артынан кішкене болса да ілесе алсақ қой деп ойлаймын. Мәселен, менің балам 18-де, біздің баламыз. Ойлау деңгейі, әр ситуацияны талқылауы, жаңағы интеллектісі, білімі менің түсінігімде өте кей жерлерде шыны керек мен ілесе алмай қалып жатам. Мама, ну вы что, это же так деп маған түсіндіріп жатады. Содан кейін жаңа қазақша бастаймыз біздер. Мені сен тудың ба, сені мен тудың ба деп. Сонымен құтылып кетеміз ғой. Сол сияқты мен жастарға, мен қазір жаңа қанағаттанбақ түгілі, мен қатты ризамын. Қазіргі келе жатқан жастарға сенімім менің өте мол. Мәселен, сендерді алайық. Сендерге осы дүниені жасаңдар деп ешкім бұйрық бермеген шығар. Өздеріңіз отырып қаншама адамдармен кездесесіздер, қаншама адамдармен сөйлесесіздер, қаншама өздеріңізге пайдалы іс жасап жатсыздар. Мен сендердің подкасттарыңа шығып, бір керемет атақты болып кетейін деп жатқан жоқпын. Сендерге де менен көп нәрсе керек емес. Менің бір әрі кетсе қанша бір 1-2 мың теңге подписчик, теңге деп тұр. 1-2 мың подписчигім бар шығар, білмеймін мен даже, олар қыздар біледі, білмеймін, әйтір сондай бірдеңе. Менен сендерге пайда жоқ. Мен жаңа миллионер подписчигім жоқ сендер сияқты. Сендер жаңа біздерде қазір бар. Но сендер үлкен багаж жинап жатсыңдар деп ойлаймын. Ол сендерге мен қалай риза болмаймын? Мен қалай айта аламын? Ой, жастар дейтін бүйтеді, қазіргі жастар не? Сендердің жасап отырған әрекеттерің, мен сол үшін де бүгін сендердің алдарыңа келдім. Сендердің жасап жатқан әрекеттеріңнің алдына бас ию үшін.
сендерге істеріне сәттілік тілеу үшін. Себебі міне сіздерге келіп біз қамқор болмасақ, біз көмек етпесек, біз кішкентай болмаса да өздеріміздің бір септігімізді тигізбесек, онда қалай? Себебі біздің ертеңіміз ол сендерсіздер. Біздер енді былайынша айтқанда біраз жасадық, жаңағы ойнайтынымызды ойнадық, енді Аллаға шүкір қазір де ойнап жатырмыз, бірақ болашақ сіздерде. Біз сіздерге қалай болғанда да сіз бір бағыт бағдар беріп, сендерге жақсы көмек етуге біз міндеттіміз. Сондықтан мен бүгінгі жастарға ризамын. Жастардың жасап жатқан әрекеттеріне, ізденістеріне, интеллекттеріне. Мен қайта айтамын, өнер адамында интеллект ол кәдімгі маңдайында жазылып тұр керек. Бірінші келе жатқан кезде мынау интеллект деп. Интеллектуальный адам ол қандай адам? Ол ізденетін адам. Ол ойланатын адам. Ол оқитын адам. Ол талқылай алатын адам. Қандай бір мәселені болса да. Түсіндің бе? Сондықтан мен Мағжан атамыз айтпақшы, мен жастарға сенемін демекші. Мен жастарға өте қатты сенемін, және соның ішінде біздің қазақтың жастарын мен деңгейін өте жоғары бағалаймын. Ол өнер әлеміндегі жастар болсын? Жалпы жастарға. Түсінікті. Енді жалпы өзіңіз айта кеттіңіз ғой, жаңа біз осы сұхбатты ұйымдастыру барысында, не болмаса осы подкастты жасап, осы жобаны жасап шығару барысында шынымен де бір тәжірибе алғымыз келді да өзімізден. Иә, қонақтың бізге тастар ойы сұрақ белгі секілді. Біз ойлана алуымыз үшін деп айтайыншы. Енді қазіргі көп жастар шынымен де мүмкін өнерден алшақ жастар болуы мүмкін. Өнерге жақын жастар болуы мүмкін. Олардың арасындағы байланысты мысалы біз үзіп алмай, солармен бірге көрермен тарапында да мысалы өнерге де қатысы бар. Енді ритм подкасты шыны керек өнерге қатысы бар адамдар 100% толық көреді деп айта алмаймыз. Бірақ енді басқа да жастар бар ғой. Енді жастарды жаңағы өнерлі жастар, немесе өнерсіз жастар деп бөліп қараудан шынымен де аулақпын. Бірақ өнерге үш қайнас сорпасы қосылмайтын жастар бар. Олардың ойы сонда мысалы егер ол адам өнерге бармаса, өнерді көрмесе, ол адамның санасының таяздығы бола ма, жоқ ол басқа нәрсені көргісі келіп, басқа нәрсені білгісі келіп тұратын адам секілді? Жоқ, ол оны олай айтуға, ондай баға беруге болмайды. Ол мүмкін мықты биолог шығар. Иә, сол нәрсені білуге. Ол мықты инженер шығар. Ал ондай мықты шахматист шығар. Мен жансая күнде театрға келіп жатыр деп айтпаймын. Ол әлемдегі ең мықты шахматист қой, біздің қазақ елінің атын шығарып жүрген. Ол да өнер. Инженер болу да өнер. Әр нәрседен жүрегі, жаңағы айтып отырмын ғой, санасы қайыршы емес адам, әр нәрседен, біз творчестволық адам болғаннан кейін оны, например, математика айту мүмкін, өнерде ол математика деу мүмкін. Оның да ретін келтіріп соған сыйдыра алады. Сол сияқты бір творческий адам болғаннан кейін біз айтамыз, математиканың ішінен де творчество табуға болады. Хотя это қаласа барлық саладан өнер табуға болады. Бір сөз аусыма түспей қалған қаш. Точная наука. Хотя математика точная наука, как можно в этом можно найти творчество? Творческий человек и в этом найдет творчество. Сол сияқты мен ондайды айтудан аулақпын. Мен айтып отырмын ғой, біздің жастар қазір өте разносторонний. Мен тағы да қайталап айтамын. Мына тұрған қыз биолог. Биолог қой да сенікі? Биолог. Но ол сабағын оқып жүріп, өнерді қатар сүйіп жүр ғой. Мен соған тек қана шақырамын. Жаңа сенің ритм подкастыңдағы көрермен жастар ғой, деп основном. Мен сияқты адамдар отырмайтын шығар, білмеймін. Ал енді оларды мен қайта шақырамын, өнерді де қатар алып жүріңіздер. Театрға келіңіздер, кино көріңіздер, баға беріңіздер. Дұрыс баға беріп үйрену керек. Мәселен, мынандай нелерден оқимыз ғой. Ой, не кино ол? Ой, беспонтовый фильм. Ол киноның артында қаншама еңбек тұрғанын сіздер мынау подкасттарыңыз арқылы айтыңыздар. Ол бір кино түсіру үшін қаншама адамның қыруар еңбегі жатыр. Сол көрермен көрсін деп, соны тым болмаса сол еңбекті ғана сыйлап, ұнамаған жағдайда, ұнамады ма айт.
мына актер мынандай жердегі баға бергені мына ситуацияға соны мен қабылдай алмадым. Иә, не ұнамағанын айт. Бәрін жоққа шығарудың қажеті жоқ. Себебі оның артында, әр нәрсенің артында үлкен еңбек жатады. Сол жалпы еңбекті бағалай білу керек деп ойлаймын. Жалпы енді қазіргі қоғамда да не болмаса жастардың арасында демей қояйын, жалпы енді қоғамдағы адамдар деп қарастырайықшы. Мысалы жақсы жаңа сіз айтқандай бұл экранның артында қаншама еңбек жатыр, оны бір сөзбен жоққа шығарып жіберетін адамдар бар ғой. Жалпы өзіңіздің басыңыздан сол дүние өтті ма? Мысалы сізге бір көрермендер келіп, сіз мына жерде мынандай нәрсе болмады, мынандай нәрсе дұрыс істеген жоқсыз. Енді сіз продюсерсіз ғой. Мен жаңағы 13 мың дедім бе? Иә. Менің неге 13 мың подписчигім бар? Менің неге аккаунтымның аты өзімнің атымда емес? Себебі бұл популяризация. Мен онымен айналысқан адам емеспін. Себебі менің қойылымдарымды көрермен спектакльге келіп көрсе, кейбіреулер директке жазып бағасын беріп жатады. Солай бағасын берсе, сұрақтарын қояды. Мына спектакліңіз дұрыс емес ау дейді. Мәселен, АОС театрының парақшасында бір спектакльден кейін, қайсысы есімде жоқ, далбасы маған ұнаған жоқ, анау актрисадан ұнаған жоқ деп жазып жіберіпті. Сосын мен ерінбей ол кісінің директіне жаздым. Саламатсыз ба, менің есімім Назгүл Қарабалина, мен осы спектакльде ойнағанмын. Сіз осылай жазыпсыз. Маған сізге сол үшін үлкен рахмет дедім. Енді маған менің профессионалдық ростым үшін маған сізбен сөйлесу өте маңызды болып тұр. Менің ойынымның қай жері ұнамады, қай тұсы? Сіз маған айтып берсеңіз, мен сол жерін жөндейін дедім. Содан ол кісі жазып жіберді. Ой, бұл мен негізі олай айтайын деген емеспін, мен бірдеңе осылай осы бағытта. Сосын мен жоқ, сіз айттыңыз. Ал мен қатемді жөндегім келеді. Сіз маған айтыңызшы, қай жері? Содан кейін біз ол кісімен достасып кеттік. Одан кейін ол кісі менің спектакльдерімді үзбей келіп көретін болды. На самом деле ол айтады, мен шынымды айтсам, сол сәтте солай ойланбай жазып жібердім деп кейін айтады да. Мен айтамын, әр сөзге кішкене ойланып қарау керек. Әйтеуір аузым бар екен деп сөйлей салуға болмайды. Себебі ол жарайды, сен ол адамның алдында жауап бермессің ол сөзің үшін. Но мен всегда айтамын, Бог не дремлет деймін. Құдай ұйықтап қалмайды, қалғымайды Құдай. Оның барлығын есептеп, әр сөзің өзіңе бумеранг дейді ғой, жизнь бумеранг. Әр нәрсе алдыңа қайтып оралып келеді. Күндердің күнінде. Сенің алдыңа келмесе де, ол бала шағаңның алдына келеді. Ертеңгі сол сөйтіп жазып отырған адамның қандай гарантиясы бар, что оның баласы, қызы ертең актер болмайтынына. Ал ертең ол актер болып, еңбектен тыраштан содай образ шығарған кезде тағы да біреу отырып, мына оттаған дүние деп жазып жіберсе, қалай? Ол дүниеде сосын ол айтады, ой, мына халық оңбаған. Ешкім оңбаған емес. Что посеял, то и пожинает. Сондықтан менің түсінігімде қай жақтан алып келе жатыр еді бұл сұрақты? Қай жаққа алып келіп, қайда тірегенін түсінбей алдым. Иә. Сондықтан, в общем, менің айтарым. Сіздің көрермендеріңіз. Менің айтарым, оның ондай енді сол бір случай болған, ол маған жазған жоқ. Жаңағы АОС театрының парақшасына жазған. Жалпы ондай сын болса, шынайы дұрыс сын болса, мен қабылдаймын. Мен қабылдамақ түгілі ол туралы шақырып алып сөйлесемін. Маған нақты директ керек. Мына жері былай, себебі былай болған. Мен Толстойды оқығам. Толстой болны жазған кезде мынандай состояниеде болған. Ол мына Аннаның линиясын былай алып шыққан, себебі мынандай деп менімен творческий спор жасай алатын болса, мен қарсы емеспін. Себебі мен қойылған әр спектаклімді от и до зерттеймін персонажымды. Жалпы уақытымыз таяп қалды. Осы ритм подкастының көрермендеріне қорытындылай бір сөз айта кетсеңіз. Енді қысқа уақыт аралығында шынымен де ол өзімізге де тәжірибе. Сіз жаңа айтқандай, біз барлығымыз жастымыз. Сізден алатын дүниеміз шыны керек көп болды. Уақыт қысқа да, бірақ соның өзінде де. Өкінішке орай уақыт қысқа. Жалпы мен осы интервьюларда бір не істейтінім, уақыт қысқа болады. Мен әлі шыны керек сендермен кішкене отырып сөйлессем, біздің де сөйлескімізге отырып қойылмаған сұрағымыз көп. Мен мынандай нәрсе, жаңа ғана айтып өттім. Сендер қазір
жассыңдар ғой енді, жиналып жасайық, көрейік дедіңдер де жиналып жасадыңдар, бірақ сендер әлі де даже не подозревайте қандай үлкен іс жасап отырғандарыңызды. Бұған да бумеранг сіздерге келеді. Бұған да сіздердің осындай жақсы, бұл да бір игі іс деп есептеймін. Себебі сіздер анау жаңағы бұл қайдан көрсетілетін дүние бұл. Телефонның артынан қарап отырған қаншама адамға бір кішкентай болса да жақсылыққа бір не беріп жатырсыздар. Как толчок беріп жатырсыздар. Серпіліс беріп жатырсыздар. Бұл үлкен іс, бұл бастама сіздердің. Бастама ма, қанша жүріп жатқанын білмеймін, мен сіздерде бұл дүние. Мен сіздерге сәттілік тілегім келеді. Алдымен басымды иіп сіздерге рахмет айтқым келеді. Мына жасап жатқан іс-әрекеттеріңізге. Өнерде жүргеннен кейін жақсы творчестволық биіктіктерге кеңелсеңіздер екен деп тілеймін. Сіздер енді сценарист болғаннан кейін әркім енді өзінің жеке басына кететін болса, сіздердің жазған сценарийларыңызда бізде бір персонаж болып шығайық. Азаматтың бір мынандай просто мен несін айта кетейін, жас режиссерлар хабарласып, кей кезде үлкен проекттерге хабарласқан кезде отказ беріп жатады да, бірақ жас, жаңадан бітірген, енді бастап жатқан режиссерларға барып түседі киноға. Сонда мен айтам, эпизод или короткометражкаларға мен айтам, Азамат, неге үйтіп жатсың, сен кеше ғана үлкен картинадан отказ бердің мынаған, ол жас емес па дейді. Оған мен поддержка бермесем, біздер барып түспесек, ол сонда қалай түсіреді? Одан оның төлейтін гонорары жоқ, оның қазір ештеңесі жоқ, ол әлі оның тек қана амбициясы бар, оның тек қана идеясы бар. Ол ертең біз оның болашақта үлкен режиссерға айналуында біз оған көмегімізді тигізуіміз керек дейді. Сол сияқты менің де сіздерге бұл кішкентай құрметім деп есептеңіздер. Енді әлі де уақыт болса отырып сөйлесуге болатын еді. Мен сіздерге сәттілік тілеймін, сіздердің көрермендеріңізге және Ритм подкастының барша көрермендеріне осы подкастта, осы парақшада болыңыздар. Бұл жерде әлі талай қызықтар болатын сияқты. Рахмет сізге деп алтын уақытыңызды қиып, осындай сұхбатта келіскеніңізге. Қонақта болған, тағы да сөзіміздің басында бастап айтып кеттік, тағы да бір дәрежесімен таныстырып артық болмас деп ойлаймын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлықтың иегері, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының актрисасы, продюсер, белгілі Назгүл Қарабалина. Сізге рахмет, сізге көп-көп. Болма. Мына сценарий қалды ма жайында? Жайында қалды ма? Жайында қалды. Неге?